Диплом кешен KZ сайтын қолдану үшін алдымен сайтқа тіркеліп алу қажет. Яғни кіру, тіркелуді басамыз. Ашылған форманы толтырып тіркеліп аламыз. Қазір толтырып уақытты кетірмей қояйын. Ең бірінші менюге кіреміз. Справочниктермен танысамыз. Бірінші колледждің алғашқы мәліметтерін толтырып шығамыз. Бұл мәліметтер сайтқа жаңадан студент енгізгенді кезде алғашқы алатын мәліметтер. Мына жерде 2022 де түсті, 2026-да деп аяқтады дейік. Сохранить. Яғни бұл мәліметтер первоначальный данные деп тұр. Яғни сайтқа тізімге жаңадан студент қосқан кезде осы жерден жазып ала кетеді бірден. Содан кейін қателер болып жатса, немесе тағы исправление болып жатса, баланың өзінде толтыру керек. Біздің екінші әрекетіміз топтарды қалыптастырамыз. По умолчанию 3 группа тұр, ашамыз, первоначальный данный тағы толтырып шығамыз. Бұл жерде жазылып тұр. Мына жерде квалификация дейді. Біліктілік обложкада, біліктілік приложениеге. Квалификация обложкада, квалификация приложениеде. Екеуінде де 3 строкадан берілгенмен, олардың ұзындықтары әртүрлі болғандықтан, оригинал документтегі ұзындықтар, орындары әртүрлі болғандықтан, осындай ұсыныс айтты, тағы да бөліп берші деп. Отдельно приложение үшін бөлек, квалификацияның, біліктіліктің атауы үшін. Сол үшін осындай нәрсе жасадық. Әрбір топты осылай қалыптастырып аласыз, жетіспесе тобыңызды қосып аласыз. Мына атауы сіздің, мысалы, бұл ЕТК или бірдеңе өз қалауыңызша атап аласыз. Келесі біз колледж туралы атауды толтырдық, первоначальный данный, одан кейін топтардың тізімін толтырдық, одан кейін енді шкаланы ашамыз. Шкалада мына жерде бағалардың базасы. Яғни 95 пен 100-дің арасында Excel'де баға қойылса, осы мына атаулар қатысты. Сізде әріп түрінде ма, кредит түрінде ма, мынандай атауы қойылама, оны өзіңіз шешесіз, уақытында шығаратын кезде птичка қоясыз да шығара бересіз. Ал Excel'де толтырылғанда именно мына санмен толтырылатын болады. 54 деген қойылса, 54, мына 53 деген қойылса, мысалы, мына жерде ол қанағаттанарлық деген баға. Сізде есептелді деген, мысалы, жаңадан баға керек қажет болса, мына жерде минималды 101-де 101 деп, оны не деп айтамыз. Букван ештеңе демейді, қазақша, мысалы, сыналды деген баға керек болайық. Зачтено деген. 101 деп Excel'де қойсаңыз, сыналды болып түседі. Қысқасын айтқанда, баға жетіспесе жаңадан өзіңіз қосып ала бересіз осылай. Кодтап 101, 102, 103 деп, 104 деп өзіңіз қалауыңызша. Бұны қалыптастырып болдық, енді бізге мына үшеуі қалыптастырып болдық, енді бізге заполнить дегенге барайық. Бізде по умолчанию бір пример құрылып тұр, ол пример сіздің уақытыңызды алмас үшін сайт автомат түрде толтырып берді. Яғни бірден мына жаққа барып тексеру үшін. Яғни мына бала мен құрған пример, сайт құрған пример, ол төленгендердің тізімінде тұр, ол бірден мына жаққа шығалады. Біз мына жерде көк диплом деп таңдайық. Мына жерде мына қажетті элементтерді оңға, солға, ортасында 5 деген жазу тұр. Бұл по умолчанию 5. Оны 10 деп жазсаңыз да болады, 100 деп жазсаңыз да болады, 50 деп жазып көрейік, мысалы, жоғары қарай басып көрейік. Компоненттер жоғары жылжыды барлығы. 2 рет жоғары бастым, 2 рет қайттым, орнына апарып қойын. Біздің ең бірінші әрекетіміз печать на браузерін басамыз. Осы жерде мына үлгі көрсетіліп тұр, қандай болуы керек. Мен қазір көрсете салайын. Сіздерде бұл поля по умолчанию деп тұрады. Мына жерде мынандай тұруы мүмкін сіздерде. Осыны алып тастауыңыз керек. Поля другое болады. Сосын мыналар сіздерде былай тұрған шығар мүмкін. Настройка келтірілмегендерде. Осыны жан жаққа былай алып тастау керек. 4 жағында. A4, яғни бұл
бланканың өзін шығарған кезде А4 форматта тұрады. А4 поля другое масштаб 100 дәл осылай болады. Осыны таза А4 бумаге шығарып, оригинал документті осы қағаздың шыққан, таза А4 шыққан қағаздың артына қойып, мынаны бетіне беттестіріп, тексеріп, подгон жасап аласыз. Мүмкін сәл жоғарырақ, мүмкін сәл төменірек деген сияқты. Сәл жоғарырақ көтеру керек болса, мысалы 4 пиксельге жылжытқыңыз келетін шығар, нүкте. 4 нүктеге жылжытқыңыз келетін шығар, жоғары қарай. Мүмкін кішкентай ғана. Немесе былайырақ жылжытқыңыз керек. Осы подгон. Мына жерде барлығы емес, тек мына үшеуін ғана жылжытам десеңіз, ол да болады, фамилиясы. Кішкене көтеру керек болса. Көрдіңіз бе, байқадыңыз ба? Яғни мына жерде белгіленіп тұрған элементтерді мына 4 стрелка 4 жаққа бағыттайды. Белгіленіп тұрған элементтерді мынау стиль жирность размерін, стилін қояды, шрифтін қоюға арналған. Выделить все, мына жерде шрифт Times New Roman, тағы жирность қажет болса деген сияқты. Бір жола таңдау керек. Бір жола таңдап, стиль жирностьтің бәрін қою керек. Мен пока что ештеңе қоймаймын, тазалап тастаймын. Маған осылай-ақ ұнайды. Так, мына жерде студенттерден мына жаққа бармай-ақ, бірден мына жерден листат етуге отыруға болады. Бізде бір ғана студент болғандықтан пока что пример. Келесі нелер жоқ. Неактивный болып тұр. Енді осы примерге жасаған подгонымыз, келтіріп қойған подгонымыз, осы колледжге синий дипломға, көк диплом алатын барлық студентке ортақ мұны. Осы іздебейік, барлығы осы іздікпен шығады. Яғни, мясорубканың төбесінен қандай етті салсақ та, барлығы фарш болып, түбінде бір тесіктерден шығатыны сияқты мұнауда. Бір подгон жасап қойдыңыз болды. Қандай студент ізінен келсе де, көк дипломға отырғызылған, көк диплом алатын студенттің барлығы осы қойылған подгонмен шығады. Осы примерде шығады. Біз енді мына жерде екінші баланы енгізіп көрейік. Екінші баланы біз вручную осы жерден енгізуімізге де болады. Иванов Иван Ивановичті мен мысалы енгізіп көрейін. Етіка топ 401-ге отырғыздым. Иванов Иван Иванович. Бұл жерде Excel'ден де құйып алуымызға болады. Студенттердің тізіміне. Список учеников. Студентов. Список студентов. Осыларды образецті скачать етіп алып, мына жерден примерді без склонений, без ничего осылай толтырып, сақтап, сосын қайттан дәл осы жерден выбирать етсек, құйып алайық. Иванов мен енгізіп қойдым, сол бар деп айтты. Қалған екеуін толтырдық. Толтыру деген вкладканы ашайық. Иванов бар болғандықтан түспеді. Мына екеуі Excel'ден келіп түсті. Бізде үшеуі бар. Ашып көрейік. Манаға первоначальный біздер менюде толтырдық қой. Мына колледждің атауы, колледжіне түсіп, атындағы колледжінің деген менюдегі первоначальный данныйларды осы жерде ала кетті. Мына жерде біз не толтырдық бағана? Соларды алды, көшіріп алып кетті. Осы жерде әрбір бала бірден алып кетеді. Бұлардың ішінде қателік болған жағдайда мына көк кнопкалар бізге көмектеседі. Осыны басып жібереміз. Бірден колледжіне барлығына бірден записать, 2022 емес, бұлар 2023-те түскен болса мысалы. Сақтай саласыз, барлығына түсті. Записать, деген. Тіпті бұл студент емес, топтар бойынша да жазып жіберуге болады. Бірден 2023 жылы осындай колледжіне түсіп деген сияқты. Етіка 401-де 4 бала отыр міне. Қалған топтарда мен бала отырғызған жоқпын. Барлығына тіпті колледждің бүкіл баласына записать, осылайда жазып жүруге болады. Мына жерден таңдаймыз. Так, енді келесі баланы қарайық. Бала ауысып отырады. Қалған данныйлардың барлығы сол келіп тұр. Мына жерде комиссияның қорытынды шешімі, оны да 2020 мысалы 6 жылғы 14 нешінші маусымда мысалы. Маусым, шілде, тамызындағы шешіммен оған нешінші тамыз? Білмеймін. Маусымындағы бұл қай ай өзі? Маусым, шілде, тамыз тұрыс ғой. Число 29 деп қоя салайын. 29 маусымында шешіммен оған
барлық балаға бірден жазылды болды. Мына жерде қай баланы ашсақ та мынау тұр. Енді мына жерді ұмытып кетпейміз. 29 маусымындағы июня записаться все. Июня барлығына түсті. Болды, дайын. Дәл осылай. Осы принциппен жұмыс жасауға. Мына жерде 2026 жылғы 18 шілдеде бердік деп есептейік. Барлық балаға бірден толтырып тастадық. Мына жерде орысшасын ұмытып кетпейміз. Қашан бергендігімізді. 18 июля дайын тұр міне. Барлық топқа толтырып тастадық. Тіркеу номерлері мысалы 1, 02, 03, 04 деген тіркеу номерлерін берейік. Сквозной номер. 1, 2, 3, 4. Тіркеу номерлері түсті. Бізде барлығы дайын. Приложение бойынша барлығы дайын. Мына жерден бізде мындай свидетельство болса, әр балаға егер сол баланың өзіне ғана таңдап, мынаны толтырып, онда шығаруға болады. Бізде по умолчанию барлығында соңғы версия таңдалып тұрады. Енді диплом бойынша бірден нені айтып жіберейін? Печатный оригинал. Осы жерде мына баланы мен қалай шығарам мына жерге? Ол үшін мен мынаны бассам, менен оплата сұрайды. Мына жерде лимитіміз 0 теңге. Мен ссылкамен өтемін. Осы жерде мен жаңағы соңынан қосқан 3 балаға 300 теңге мына көрсетілген номерге перевод жасадым. Перевод жасаған кезде мен my ID-имді сол Каспи переводты жазып жібердім, болды. Енді ары қарай мынау айтпақшы YouTube-тың несі бойынша, талабы бойынша мына реквизиттерді көрсетпейді. Тек мына бір блокты көрсек болады. 3 балаға 300 теңге мен жаңа перевод жасадым. Кімнен кетті? Кімнен кеткенін жазамыз. Кімнен кеткенін жазамыз. Жібереміз. Администраторға хабарласасыз, сізге лимитті қосып береді. Бізде 3 лимит қосылды. Міне тұр. Қолданған жоқпыз. Остаток 3. Енді біз осы үшеуінде қосып жіберемін. Төленгендердің тізіміне қосылды, болды. Остаток 0 болды. Ары қарай мен бұл баланы неше рет тексеремін. Маған мына Қасымбаев мешать етсе, заполнитке барам, Қасымбаевты архивке тастап жіберем, болды. Маған одан кейін кедергісі жоқ оның. Ивановты ашайын. Мыналарды көк диплом, Бақтыбайұлы Бақыт красный алсын дейік. Отырғызып жібердік. Болды. Яғни мына жерде Ивановтың дипломын ашайық. Манағы қойған настройкамен шыға береді. Мына жерде налар не нәрсе болып тұр? Мынау не? Сәл төмен түсіп кеткен, жоғары көтерейік, үстіне басылып кеткен деген сияқты. Осылай подгон жасап алып, ары қарай A4 қағазға шығарып, жұмысымыз жалғастыра береміз. Мына жерде не дейді? По отраслям, культурная дегендер қысылып қалыпты мына жерлерден. Не біреу былайырақ баратын шығар. Оригинал документ қолымда жоқ, сіздерде бар. Но по отраслям дейді, мынаны тасымалдау керек шығар. Осындайларын тасымалдау керек болса, толтыруға барып, қайда кетті? Орысша жағында народное художественное творчеством по отраслям дейді. Творчеством. Мынау ғой. Мынаны қысқарту керек болып тұрған шығар мына жерде. Оригинал документке мынаны былайырақ жылжыту керек шығар екеуін. Мына жерге сыю үшін. Так, енді келесі бала, міне мынаға листат етеміз деген бала. Мынау красный болғасын өзгеріп кетті. Красный алатын балаға келген кезде мен алғашқы данныйды скопировать етіп, синий дипломнан көшіріп алсам, синий дипломға қойған координатам келе қалады осыған. Келесі бала бізде осылай бәрі осылай шыға береді. Бұл жер түсінікті деп ойлаймын. Так, мына жерде
мынау жаңа ұзақ болып кетті ғой енді. Осыны қысқарта ма, білмеймін қалай істейтін. Енді 2 ақ строка берілген мынандай километр сөз дегендерді жазу керек па, жазбау керек па? Оны енді ойласып, завод дейміз ба, зам директор дейміз ба, оқу бөлімінің меңгерушісімен ойласып бір шешім қабылдайсыздар. Сыймаған жағдайда кішірейтіп, немесе бұндай жағдайда кішірейтетін мүмкіндік те бар. Кішірейту үшін өзін белгілеп алып, размер по умолчанию өзі 12, бізде ол мына размерде тұр. Енді осыдан 10-ға қойып көрейік. Ол кішірейіп қалды. Кішірейіп қалды, сыйды деген сияқты. Әртүрлі решение бар, мүмкіндігінше. Мен уақытты алмайын. Енді мына қосымшаның алды мен арты туралы түсіндіріп жіберейін. Мына жерде қосымшаның алдына барайық. Бұл жерде транскрипті деген бар. Транскриптіге өтеміз. Транскриптіні скачать етіп аламыз. Сосын ол түседі. Мен әзірге дайын. Мына жерде Бақтыбаев қайда? Иванов Иван Ивановичтің дайындап қойған транскриптісін салайын. Әуелі осыны ашып көрсетейін. Иванов Иван Ивановичтің транскриптісі, мысалы мынадай толтыруы. Мына жерде жазылып тұр. Простой предмет болса 0 қойылады, госпредмет болса 1 қойылады. 0 мен 1. Міне қойылып тұр. Госпредметтер мына үшеуі. Мына жерде бағаларын қоя салайық. 90 балдан алды деп. Пәннің реттік номері қалай түсетіндігі, мынау бірінші страница ма, екінші страница ма, мынау бірінші страница, екінші страница, соның бірінші таблицасы, екінші таблицасы. Сіздер оригинал документ приложение А4-нің бұлай боковойынан жатқан вариант емес па сіздерде? Оригинал документті алып, қолына ұстаған адам түсінеді. Страницаның бірінші беті, екінші беті деген. Мынау қазақша атауы, орысша атауы. Дәл осы жерден түседі транскриптіге. Сағаты, кредиті, сосын оның шкалаға байланысты. Мысалы 101 деп қойса, ол не болады? Бізде ол сыналды болып түседі мына. 90 деген госэкзамендерге қойдым, міне тұр госэкзамен. Осыны сақтап, жаңағы транскриптіге берейін. Иванов Иван Ивановичтің транскриптісін импорттайық. Көрейік, тексеріп. Мына жерде бағаларын барлығы түсті. Сізде процентпен көрсетпейін десеңіз, мынаны алып тастайсыз. Қайсысы көрсетілу керек, соларды көрсетесіз. Пока что барлығы тұра тұрсын. Кейбіреулерде кредиттік болады, балдық жүйе мынадай. Қалғандарын алып тастайды да, тек осыны ғана қалдыратын. Бағалау тәсілі әркімде әртүрлі болады. Қосымшаның арты барлығына сол бір ереже бағынады. Мынау жаңа кредит саны, мына жерде балдығы ғана қойылып тұр. Кредит саны, сағат саны, кредит саны ол міндетті. Сосын бағалаудың тәсілі. Солар ғана көрініп тұр. Арты барлығына сол бір ереже. Яғни мына жерден қойылады. Мен әзірге барлығын ашып қоя тұрайын. Процентін. Енді біз мына жаққа барып көрейік. Печатный оригинал қосымшаның алдын ашайық.